Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Казбизнес арнасы, бұл интернеттен ақша табуға арналған канал. Достар, егер де арнаға тіркелмесеңіздер, тіркеліп осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл маған өте қажет нәрсе. Сонымен қатар видео деген вкладкада керемет схемалар бар, соларды көріп өтсеңіздер өте керемет болып кететін еді. Ал мен осы видеомда жалғастырайын. Достар, сіздерге веб-крам дейтін, яғни ботты көрсететін боламын. Бұл жерде енді повторить попытку деген батырманы басамыз, ең алдымен верификациядан өту қажет болады. 20 қосу 40 бар, ол 61 деген сан шығады. Міне, подпишитесь на все наши каналы, это обязательная процедура деп шығады. Қазір мынаның бәріне тез тіркеліп шығайық. Міне, ол әрекетсе 1 минут алар. Подписаться деген батырманы жай ғана басып шығамыз. Яғни өзінің спонсорский немесе ақша төленген өздерінің немесе дамытқысы келетін каналдардың бірі деп есептейік. Міне YouTube каналын тіркеудің қажет жоқ. Проверить деген батырманы басамыз. Приглашайте партнеров по вашей реферальной ссылке в бот WebCram и получайте прибыль. Инвестируйте средства в развитие проекта и получайте ежедневные проценты по выкладку дейді. Используйте кнопки ниже для управления ботом. Так, бұл жерде май кошелек, инвестиции, розыгрыш, поддержка, реклама, заработать деген выкладкалер бар екен. Енді бұл жерден көрейік. Мой кошелек деген жерден міне басып көрейік. Бұл жерде не бар екен? Міне, не знаешь, где нужно делать ставки? Ой, бұл вообще не екен. Закрыть рекламу деген батырманы басамыз. Міне, мой кошелек деген батырманы қайттан басып көрейін. Міне, менің балансымда дәл қазір 0 рублей бар. Бұл жерде ID код қана тұрады. Сонымен қатар пополнить, вывести деген көрейік. Пополнить деген батырманды бұл жерде Kiwi Payer арқылы толтыруымызға болады. Так, қанша рубльден? Так, жазбапты, бірақ бұл жерде қанша рубльден екен. Назад деген батырманы басайық. Назад, сонымен қатар тағыдан назад. Енді инвестиция деген вкладканы басайық. Так, 0 міне. Для того, чтобы инвестировать деньги в проект, ваш минимальный вклад должен быть не менее 100 рублей. Открыв вклад в наш боте, вы будете получать 0,7% ежедневно деп тұр. Достар, сонда бұл почти долгосрочный проектке жатуы мүмкін. Себебі қараңыздар, сіздер примерно бір, так, 10 күнде 70% алсаңыздар, 15 күнде, или 20 күнде уже прибыль алып отырасыздар. Бұл керемет нәрсе болады, яғни өздеріңізге салсаңыздар болады. Ақшаларыңыз көбею үшін 100 рубльден басталады. Кімге 100 рубль не жалко, тогда инвестировать етуге болады. Назад деген батырманы басамыз. Енді розыгрыш деген батырманы басып көрейік. Бұл жерде не бар екен? Участвуйте в ежедневном розыгрыше призыв от нашего бота WebCram. Ежедневно среди участников конкурса мы выбираем несколько победителей и отправляем им подарки, реальные деньги и премиум подписки в Telegram. Что нужно, чтобы принять участие депті? Бірінші YouTube канала кіреміз. Просмотрите не меньше 5 видеороликов на канале, каждый просмотр должен быть не меньше 2 минут дейді. Сонымен қатар вы должны быть подписаны на данный канал, кейін участвуйте деген батырманы басыңыз дейді. Мына жағында тұр. Одан кейін реклама деген батырманы басып көрейік. Бұл жерде реклама деген бәріміз білетін объявление немесе рассылка тарататын. Поддержка деген ол техподдержка. Не болмай жатыр, не болып жатыр, соны сіздер хабарлайсыздар. Яғни енді заработать деген батырманы басайық, ең тәтісіне көрейік. За каждого приведенного партнера вы будете получать вознаграждение. За каждого партнера первый уровень 1/50, ал екінші уровень ол 1 рубль, ал үшінші уровень ол 50. 50 дегенде 0,50 копейка рублей. Бұл жерде сіздер қанша адамнан шақыруыңызға болады? 10 немесе 20 адам шақырып істеуімізге болады. Выплаты деген батырманы көрейік. Міне 18 рубльден шығарып жатыр. 20, 19, 25, 20 рубльден 19. Бірақ несін көрейік? Міне сегодня, басқа айналып кетіп қалыппын. Веб-крамға кірейін қайтадан выплаты. Міне қараңыздар, бүгін шығарып жатыр екен. 3 сентябрьде шығарыпты, кейін 2-1, яғни рабочий проект секілді. Сондықтан осы нені сіздерге көрсетіп отырмын. Ол үшін не істейміз? Осы ссылканы скопировать етеміз, досымызға жібереміз, ол кіреді. Одан кейін инструкция бойынша көресіздер, кейін солай ақша тауып берулеріңізге болады. Назад деген батырманы басамыз. Бұл жерде май кошелек дейміз. Енді вывести қанша суммадан екен. Payer деген батырманы басамыз.
Минимальный сумма бұл жерде 20 рублей дейді. Бірақ жаңында ана жерде комиссиямен сонда 18 рубль болған ғой, дұрыс па? Дұрыс, сондай болу қажет. Минимальный сумма 20 рублей, 1,5-тен берсе, смело бір 15-20 адам, яғни шақырып ақша табуларыңызға болады. Достар, сіздермен болған мен Казбизнес арнасы, бұл интернеттен ақша табуға арналған канал. Егер де арнаға тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздаршы достар. Маған өте қажет, жақында 1000 подписчикке жетсек, өте керемет болып кетер еді.